Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 4-ші сынып математика. 90-шы сабақ. 35-ші және 38-ші беттердегі барлық тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Бірінші тапсырма: есепті амалдар бойынша шығар. Бір елді мекеннен екі жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Бірінші 40 метр минут жылдамдықпен қозғалды, екінші жылдамырақ жүріп 10 минуттан кейін біріншісінен 500 метр озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Ең алдымен шартын қарастырып аламыз. В1-ден 40 метр минут, уақыт 10 минут, ара қашықтық 500 метрді береді. В2-ні табу керек. Ол үшін біз В қашықтық жылдамдығын табу үшін S-ті т-ға бөлеміз. 500-ді 10-ға бөлеміз, 50 метр минут. Екінші жылдамдық табу үшін В қашықтық жылдамдығына бірінші жылдамдықты қосамыз. 50 қосылған 40 тең 90 метр минут. Екінші жолаушының жылдамдығы 90 метр минутты құрайды. Екінші тапсырма: ал енді осы есепті теңдеу қырып шығарып көр. 26-шы беттегі ережені қолдан. X екінші жолаушының жылдамдығы болсын деліп, X 40 азайту 40 қалып қою жылдамдығы, жақша ішіне X азайтылған 40 көбейту 10, екінші жолаушының біріншіден озып кеткен екіншіне қалып қойған ара қашықтық. Яғни біз жақша ішіне X азайтылған 40 көбейтілген 10 тең 500 теңдеуі шығаруымыз қажет. Яғни осы түрінде біз оны жазып аламыз. Әрі қарай X азайтылған 40 жақшаны ашамыз, 500-ді 10-ға бөлеміз. X азайту 40 тең 50-ге тең болады. 50-ге 40-ты қосамыз, 90 метр минутта тең. Үшінші тапсырма: есепті теңдеу құрып шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта екі мәшине жолға шықты. Бірінші мәшиненің жылдамдығы 70 км/сағ, ал екінші мәшине жылдамырақ қозғалып, 2 сағаттан кейін біріншісіне 40 км-ге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Ең алдымен шартын құрастырамыз. В1 70 км/сағ, Т2 сағат, S-тен 40 км, екінші жылдамдық бізде қанша км/сағат екені белгісіз. Жақша ішіне X азайту 70 көбейтілген 2 тең 40 деп алып аламыз. Жақшаның ішін ашамыз. X азайту 70-тен 40 бөлінген 2, X азайту 70-тен 20-ға тең, 20-ға 40 болсамыз 90 км/сағатқа тең болады. Төртінші тапсырма: мұндай есепті әртүрлі тәсілмен шығаруға болады. Есепті шығарудың екі тәсілін тауып көр. Амалдар бойынша жаз. Серік пен Арман бір уақытта ауылдан өзенге қарай моторлы шанамен шықты. 250 метр минут жылдамдықпен жүрген Серік 20 минуттан кейін өзенге жетті. Егер Арман 200 метр минут жылдамдықпен жүрген болса, онда ол Серікті қандай қашықтықта болады? Шартын құрастырамыз. В1 250 метр минут, В2 200 метр минут, уақыт 20 минут, S белгісіз. Ең алдымен біз қашықтау жылдамдығын формуласын В1 азайту В2-ні қолданамыз. 250-ден 200-ді азайтамыз, 50 метр минутты береді. Ара қашықтау үшін қашықтау жылдамдығына уақытты қосамыз, көбейтеміз, 50-ге 20-ны көбейтеміз, 1000 метр. Ары қарай S1-ді табу үшін В1-ге Т-ны көбейтеміз, 250 көбейту 20 5000 метр. S2-ні табу үшін В2-ге Т-ны көбейтеміз, 200 көбейтілген 20 тең 4000 метр. S жалпы ара қашықтау табу үшін S1-ден S2-ні азайтамыз, 5000-ді 4000-ді азайтамыз, 1000 метр. Арман Серіктен 1000 метр қашықтықта болды. Бесінші тапсырма: есепте және тексер. Бірінші амал бізде 40.000 азайтылған 248, ол 39758-ге тең болады. Келесі 325869 қосылған 475682, ол бізде 801551-ге тең болады. Келесі 2470 көбейтілген 105, ол бізде 259350-ге тең болады. Тексерулері қасында жазылған. Ары қарай жалғастырайық. Келесі өрнек: 21356-ны 562-ге бөлеміз. Ол бізде 38-ге тең. 12492-ні 348-ге бөлеміз, 36-ға тең. 2546-ны 48-ге көбейтеміз, 122208-ге тең болады. Алтыншы тапсырма: өрнектер құрып, олардың мәнін тап. 900.000 100 санына 694 пен 75 сандардың көбейтіндісін азайтып, және 154.080 мен 428 сандардың бөліндісіне арттыр. Бізде мынадай өрнек пайда болады. 900.100 азайтылған 694 көбейтілген 705 қосылған
154.080 бөлінген 423. Бірінші бізде көбейту амалы орындалады, одан кейін бөлу амалы, одан кейін азайту, одан кейін қосу амалы орындалып, бұл жерде 411.190-ға тең болады. Келесі 2603 пен 58 сандарын көбейтіндісіне 1 миллион мен 19.970 сандарын айырмасын 75 есе кемітіп оларды қос дейді. Бізде мына түрдегі өрнек пайда болады. 2603 көбейтілген 58 қосылған жақша ішінде 1 миллион азайтылған 19.975 бөлінген 75. Ең бірінші жақшашы орындалады, одан кейін көбейту, одан кейін бөлу амалы және соңынан қосу амалы орындап, бұл жерде біз 164.041-ға тең болады. Б. 39.096 мен 54 сандарын бөлінісі мен 2306 сандарын қосындысын 35 есе арттыр. Бізде мына түрдегі өрнек пайда болады. Жақша ішінде 39.096 бөлінген 54 қосылған 2306 көбейту 35. Ол 106.050-ге тең. Жетінші тапсырма, ойлан және жауап бер. 601 санына үлкен, бірақ 700 санына кем, 0 цифрымен аяқталатын неше сан бар, 2 цифрымен аяқталатын сан ше. Яғни 700 санынан кем, 601-ден үлкен деп мына түрдегі теңсіздікті құрастырып аламыз. Яғни ортадағы сандарды табу керек. Мынадан үлкен, мынадан кіші болу керек. 0 цифрымен аяқталатын 9 сан бар, ол 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680. Ал 2 цифрымен аяқталатын 10 сан бар, ол 602, 612, 622, 632, 642, 652, 672, 672, 682, 692-ге тең болады. 8-ші тапсырма, есепті шығар. График бойынша тағы да сұрақтар құрастыр. Графикте жаяу жүргінші мен шаңғышының қозғалысы көрсетілген. График бойынша шаңғышы мен жаяу жүргіншінің әрқайсысы сағат нешеде жолға шыққанын анықта. Тоқтағанға дейін олардың әрқайсының жылдамдығы қандай болды? Оны қалай есептейсің? Әрқайсының аялдау ұзақтығы қандай болды? График бойынша тағы да нені білуге болады? Бірінші шаңғышы 11:00-де шықты, екінші жаяу жүргінші 9:00-де шықты, үшінші шаңғышының тоқтағанға дейінгі жылдамдығы 8 км сағат, төртінші жаяу жүргінші тоқтағанға дейінгі жылдамдығы 5 км сағат, бесінші шаңғышының аялдау ұзақтығы 1 сағат, жаяу жүргіншінің аялдау ұзақтығы да 1 сағат, ары қарай жетінші жаяу жүргіншінің қанша рет аялдады, 2 рет аялдады. 8-ші жаяу жүргінші сағат нешеде жетті, 15:00-де жетті. Шаңғышы сағат нешеде жетті, шаңғышы 14:00-де жетті. 9-ші тапсырма, есепті шығар. Айна тұратын ауылға 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Ауланы қардан тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар жұмылдырылды. 2018 жылы 4 цифрмен жазылады. 0, 1, 2, 8. Осы 4 цифр арқылы болашақтағы жылдарды неше рет жазуға болады? Барлық нұсқаларын жаз. Яғни осы 4 санды пайдалану арқылы біз 2081, 2108, 2801, 2180, 2810, 8012, 8021, 8120, 8102, 8210, 8201 деген 11 сан жаза аламыз. Яғни осындай нұсқалар шығады. Келесі 10-ші тапсырма, есепті теңдеу құрып шығар. Қар тазалайтын 2 мәшине бір уақытта таңғы сағат 8-де шығып бір бағытқа қарай жүрді. Бірінші мәшине жылдамырақ жүргендіктен сағат 11-де олардың арақашықтығы 6 км болды. Егер екіншінің жылдамдығы 30 км сағат болса, онда бірінші мәшиненің жылдамдығы қандай екенін табу керек. Сызба бойынша мына нұсқада көрсетіледі. Ең алдымен шартын жазамыз. В2 тең 30 км сағат, арақашықтығы S тең 6 км, В1 белгісіз. Уақыт табу үшін 11-ден 8 азайтамыз. Ол 3 сағат береді. Ары қарай теңдеу түрінде шығарып көрейік. Мына жердегі формула қашықтау жылдамдығы формуласын біз қолданамыз және арақашықтық табу үшін S-ті көбейту жылдамдығын қолданамыз. Теңдеу мына үлгіде болады. X азайтылып 30 жақша ішінде көбейту 3 тең 6. Жақшаны ашамыз. X азайтылып 30 тең 6 бөлім 3. X азайтылып 30 тең 2, X тең 2 қосылған 30. X тең 32 км сағатқа тең. Бірінші мәшиненің жылдамдығы 32 км сағат. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.